Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы уақытты бағалайсың ба? Жаңа сөздермен таныс болайық. Уақытты бағалау, үнемдеу, күнделікті, парыз. Тыңдалым оқылым тапсырмасы, 3-ші тапсырма, 41-ші бет. Мәтінді тыңда, мәтінді оқы. Мен күнде 6:30-да тұрамын. Төсегімді жинап, 10 минут таңғы жаттығу жасаймын. Беті қолымды жуып, асықпай таңертеңгі тамағымды ішемін. Мектебім үйден алыс болғандықтан 7-де үйден шығамын. 7-ден 5 минут кеткенде аялдамаға автобус келеді. Автобуспен 20 минутта мектепке жетемін. Сабақ 8-де басталып, 2-де аяқталады. Сабақтан соң асханаға барып тамақ ішемін. Биыл қазақ тілінен қосымша сабаққа барып жүрмін. Қосымша сабақ қазақ тілін жақсы үйренуіме көмектесті. Мен қазір қазақ тілінде еркін сөйлей аламын. Аптасына 2 рет қалалық кітапхананың оқу залында сабақтарыма дайындаламын. Болашақта бағдарламашы болғым келеді. Қазір нанотехнология туралы ақпараттармен танысып жүрмін. Менің сүйікті ісім спортпен айналысу. Сабақтан соң аптасына 2 рет мектептегі жүзу бассейніне барамын. Бассейн кең әрі таза. Маған суда жүзген ұнайды. Кешке теледидардан жаңалықтар тыңдаймын. Кино көремін. Кешке жаңалықты көруге тырысамын. Себебі біз тарих сабағында жаңалықтарды талдап ой бөлісеміз. Қазіргі кезде ғаламтордан аудио кітаптарды оқып жүрмін. Үй шаруасына да көмектесемін. Өйткені ата-анам жұмыстан шаршап келеді. Ата-анама көмектесу менің балалық парызым. Түнгі 11-де ұйықтаймын. Демалыс күндері достарыммен қыдырамын. Кейде отбасыммен серуендеймін. Мен әр күнімді алдын ала жоспарлаймын. Демалыс күні алдағы аптаның жоспарын құрамын. Күнімді босқа өткізбеуге тырысамын. Өйткені уақыт бізге берілген сый деп есептеймін. Тыңдалым оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді мұқият тыңдайды 1 балл. Мәтінді оқи алады 3 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 1 балл. Жазылым тапсырмасы 7-ші тапсырма 42-ші бет. Менің бір күнім деген тақырыпта өзіңнің күн тәртібіңді құра. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Менің бір күнім тақырыбында 3 күн тәртібін жазады 3 балл. Күн тәртібін ретімен жазады 1 балл. Сөйлемдерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.